Қайырлы күн достар. 24 мамырдан бастап барлық қазақстандықтар отбасы банкінен тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке тұра алады. Яғни өз баспанаңа апаратын жолды неден бастау керек? Ең алдымен отбасы банкте депозитіңіз болу қажет. Егер бұрын болмаған болса, депозит ашу ол негізгі бағдарламаның негізгі шарты болып табылады. Барлық бағдарламалары осы отбасы банктің депозитте міндетті түрде жинақ болуын талап етіледі. 24 мамырға дейін не істеп үлгеру керек? Егер сіз мемлекеттік тұрғын үй кезегінде тұрсаңыз, өзіңізді тізімнен тексеріңіз. Ол үшін кезекте кезет сайтына кіресіз, ЖСН енгізесіз. Солай тексеруіңізге болады Google арқылы. Егер тізімде болмасаңыз, жергілікті әкімдікке дереу хабарласуыңызға болады. 24 мамырдан кейін не өзгереді? Барлық кезектегілер мен жаңа өтініш берушілер отбасы банкінің қарамағындағы тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығының өркен отбасы банк KZ электрондық жүйесіне көшіріледі. Жаңа жүйенің функциялары өтініш берушіде тұрғын үй барының немесе жоғын автоматты түрде тексереді. Табыс мөлшері тұрғын үй түріне қалай әсер етеді? Азаматтың табыс деңгейі қандай қолдау түріне үміткер болатынын анықтайды. Табыс мөлшеріне қарай азаматтар жалдау ақысының субсидиясынан бастап жеңілдетілген ипотекалық несиелерге дейін әртүрлі қолдау түрлеріне үміт арта алады. Тұрғын үй кезегіне кімдер тұра алмайды? Өтініш мынадай жағдайда қабылданбайды. Соңғы 5 жылда атында тұрғын үй болған жағдайда оны сатып жіберсе немесе сыйға алса. Бұған дейін мемлекеттік тұрғын үйден алған болсаңыз, яғни өтініште жалған ақпарат берген болсаңыз, апатты жағдайда деп танылған үйіңіз бар, бірақ ол өтініш беріп жатқан қалада емес болса, бұрын жеңілдетілген ипотека арқылы баспана сатып алған болсаңыз, 24 мамырға дейін осы барлық ақпаратты тексеріп үлгеріңіздер.